Кирилл әліпбиі туралы видеода оның қателіктерін талқылап, қазақ тіліне қалай әсер еткені жайлы айтқан едік. Енді бүгінгі видеомызда Кирилл қателігін латын әліпбиі арқылы шешу жолдарын қарастырамыз. Қазақ тілі туралы көбірек видео көргіңіз келсе, бізге жазылып, қоңырауды қосып қойсаңыз болады. Латын әліпбиіне көшудің басты себебі қазақ тіліндегі Кирилл әліпбиінің әсерінен туындаған мәселелерді шешу және тіл реформасын жасау. Сол себепті қазақ тілі 2017 жылы ресми түрде латын әліпбиіне көше бастады. Бұл көш қалай жүріп жатқаны туралы қысқаша айтып өтейік. Қазақстанның басты лингвисі Нұрсұлтан Назарбаевтың әліпбиге қосымша әріптер енбесін деген сөзіне жатып алған тіл мамандары 2017 жылы диграфқа негізделген нұсқаны ұсынды. Бұл нұсқаны көпшілік қабылдай қоймады. Халық арасында сайыбиз деп аталып кеткен нұсқаға Назарбаевтың өзі де күлген. Өз ирониясы не деген мықты кісет. Сайыбиз немесе диграф нұсқаның басты қателігі қазақ тіліндегі барлық дыбысты латын әліпбиіндегі 26 әріп арқылы ғана белгілеу. Ноқат, нүкте және құйрықшасы бар қосалқы әріптерді қолданбау жақсы идея сияқты көрінген, бірақ іс жүзінде өте қолайсыз болып шықты. Кирилл әліпбиімен онсыз да ұзын болып жазылатын сөздер диграф нұсқасында одан бетер ұзарып кетті. Бұдан латынға қатысты бірінші тұжырым шығады. Қазақ тіліне диграфқа негізделген әліпби сәйкес келмейді. Сайыбиз болмай қалған соң тіл мамандары жаңа нұсқа ұсынады. Диграф орнына апостроф арқылы жазылған әріптер келді. Бұл шешім алдыңғысынан да сәтсіз боп, халық оны апострофа деп атап кетті. Неге олай атаған түсіну үшін сол нұсқамен жазылған сөздерге қарап көрейік. Бұдан екінші тұжырым шығады. Қазақ әліпбиіне апостроф пайдалану жарамсыз. Бұдан кейін енді трилогия жасауды көздеген әліпби мамандары апострофтың ізін суытпай акут нұсқасын ұсынды. Бұл нұсқа алдыңғылардан анағұрлым қолайлы болғанымен олардың кейбір қателіктерін қайталады. Әліпбиде мынандай ш мен ч әріптерінің латын диграфтары қалып қойды. Қазіргі Кирилл әліпбиіндегі у әріпі акуты бар y-пен белгіленді. Қазақ тіліндегі жіңішке дауысты дыбыстар үшін акут белгісін таңдау лингвистикалық тұрғыдан қате, өйткені бұл белгі негізінен басқа жағдайларда қолданылады. Бірінші, сөздегі екпіннің қай дауысты дыбысқа түсіп тұрғанын көрсетеді, мысалы орыс, украин, белорус тілдерінде. Екінші, дауысты дыбыстың созылыңқы айтылатынын білдіреді, мысалы чех, словак, поляк, словен, мажар және тағы басқа тілдерде. Үшінші, дауысының ашық буында айтылатынын білдіру үшін қолданылады, мысалы француз тілінде. Төртінші, амонимдерді ажырату үшін қолданылады, мысалы испан, нидерланд, скандинав тілдерінде. Акут нұсқасына да біраз адамның көңілі толмаған еді. Үшінші тұжырым, акут белгісі қазақ әліпбиіне жарамсыз. Мамандар мұнымен тоқтамай әліпбиді тағы да өзгертеді. Сөйтіп 2021 жылғы қаңтардың 28-і акуттың орнына умлаут нұсқасы ұсынылды. Бұл шешім алдыңғыларынан дұрысырақ болды. Умлаут диакритикасының дұрыс шешім екенін әлем тілдерінің тәжірибесінен байқай аламыз. Умлаут қолданылған әліпбилердің бәрінде дерлік бұл белгі жіңішке дауысты дыбыстарды білдіреді. Неміс, фин, мажар тіліндегі сөздерге назар аударайық. Бұл сөздердің мағынасын білмесек те шамамен оқи аламыз. Ал сол тілде сөйлеушілер қазақ сөздерін білмесе де шамамен дұрыс оқып шыға алады. Сонымен қатар туыстас түрік, әзірбайжан, түрікмен тіліндегі сөздерді оқып, мағынасын түсіну жеңілдейді. Оларға да қазақша сөздерді оқу жеңілдей түседі. Соңғы нұсқадағы өзгерістер мынандай болған. Бірінші өзгеріс, дауысты әріптердегі акут белгісі умлаут белгісіне ауысты. Тіл мамандары бұл өзгерісті былай түсіндіреді. Екінші өзгеріс, и мен қысқа и әріптерін қатар белгілеген мына әріп, мына ғана ауысты. Үшінші өзгеріс, дыбысын оның нүктесіз нұсқасымен таңбалады. Бұл екі өзгерісті тіл мамандары былай түсіндіреді. Мен қысқа и, дауысты и дыбыстарын беретін таңбаларды өзара алмастыру және идің бас әрпін нүкте арқылы таңбалау ұсынылады. Себебі дыбысы қысқа и мен дауысты иге қарағанда қазақ сөздерінде жиі кездеседі, сондықтан әріп үсті ноқаттар көбейіп кетеді. Ал түркі тілінің және жалпы түрік әліпбиінің тәжірибесі бойынша ноқатсыз и ұлттық дыбыстарды таңбалауда қолданылады. Мысалы, Истанбул.
Біріншіден, түрікше былай емес, былай жазылады, яғни ноқаты бар ә арқылы. Екіншіден, ұлттық дыбыс дегеніміз не термин? Мамандардың логикасы бойынша түрік тілінде ұлттық дыбыс, ал и ұлттық емес пе? Тағы бір қисынсыз жері, мамандар қазақ тілінде дыбысы жиі кездеседі, сондықтан оны латын нұсқасында ноқатсыз жазуды ұсынады. Сонда оқылуы мен жазылуы жеңілдейді деген дәйек айтады. Бірақ кирилл әліпбиінде біз бұрыннан бері сол ноқаты бар таңбасын еш қиналмай күнде қолданып келе жатырмыз. Яғни латын нұсқасында да қиындық болмайды деген сөз. Төртінші өзгеріс. Ешкімге ұнамаған акуты бар y әрпі былай өзгертілді. Лингвистердің уәжі. У дыбысын латынның ю таңбасымен беру ұсынылады. Сонда халықаралық сөздер барлық тілде бірдей жазылады, ал қазақ сөздерінде базалық норма сақталады. Бесінші өзгеріс. О әрпін білдірген латынның ю таңбасының төбесіне макрон белгісін қосты. Неге бұлай өзгерді? О дыбысын макроны бар ю таңбасымен беру ұсынылады. Дыбыстық жағынан өзара ұқсас таңбаларды әліпбиде қатар орналастырған дұрыс. Сондықтан таңбалар оңай танылып, қабылданады. Алтыншы өзгеріс. Ғ дыбысын білдірген акуты бар г әрпінде акут орнына бревис белгісі қойылды. Жетінші өзгеріс. Ң дыбысын білдірген акуты бар н әрпінде акут орнында тильда белгісі қойылды. Сегізінші өзгеріс. Ш диграфы сидел белгісі бар с болып өзгерді. Тіл мамандары не үшін бұлай шешті? Ш дыбысын сидел таңбасымен беру ұсынылады. Сидел диакритикалық таңба Еуропа және түркі тілдерінде жиі кездеседі және ызың дауыссыздардың ерекшелігін белгілеу үшін пайдаланылады. Ш диграф екі түрлі оқылып шатасу тудырады. Тоғызыншы өзгеріс. Ч диграфын мүлдем алып тастады. Бұл өзгерістердің бір бөлігі оң болғанымен теріс және жартылай оң өзгерістер де болды. Мінсіз я мінсізге жақын әліпби құрастыру мүмкін бе? Оның талаптары қандай? Біздің ойымызша әліпби мына талаптарға сай болуы тиіс. Тілдің барлық төл дыбыстарына жеке таңба берілуі қажет. Яғни бір дыбыс, бір таңба принципі. Диакритикалық таңба саны барынша аз болуы керек. Диакритикалық таңбалар барынша біркелкі, жүйелі болғаны жөн. Бірнеше диакритикалық таңба арасында таңдау қажет болса, қаріп топтамаларында жиірек кездесетінін таңдау керек. Әліпби тілдің фонетикалық ерекшеліктерін толықтай ескеріп, құрастырылуы қажет. Олай болса, сондай әліпбиді құрастырып көрейік. Алдымен үкімет ұсынған соңғы латын нұсқасының кемшіліктерін қалай түзеуге болатынын ойластырайық. Бірінші мен екінші кемшілік өзара байланысты болғандықтан, екеуін бірге қарастырамыз. Дауысты и мен қысқа әріптерін біріктіріп, и деп белгілеу қате шешім. Фонетикалық тұрғыдан да, эстетикалық жағынан да бұл шешім бұрыс екеніне дәлел келтірейік. Қазақ тілінде и мен қысқа әріптері қатар келетін жағдайлар болады. Мысалы, байиды, кииді деген сөздерді алайық. Оларды ресми нұсқамен жазсақ, бұлай болмақ. Екі бірдей дауысты әріптің қатар келуі сізге оғаш көрінбей ме? Ал дыбысын мына әріппен таңбалау сәтсіз. Дәлелдеп көрейік. Кириллица мен және қысқа әріптері қатар келетін жағдайларды қараңыз. Мысалы, көрейін, келейік, күйік, сүйіс, оларды латынмен жазайық. Бізде қазақша кереймен дұрыс жазуға ерінетін адамдар латынмен де солай жазады деп пайымдасақ, бұл сөздер кейін қате жазыла бастайды. Мұндай жағдайда да бір әріпі екі рет қайталанып оғаштық туындайды. Тағы бір көзге оғаш көрінетін жағдай умлауты бар әріптердің әріпмен қатар келуі. Мысалы, үй, әйел, сөйле, көйлек, қаскөй. Бір сөзде үш нүктенің қатар келуі жазуға да, оқуға да қолайсыз. Қазіргі латында и мен қысқа иді біріктіру 1938 жылы жаңа әліпбиге енгізілген өзгерісті қайталап тұр. Бұл туралы алдыңғы видеода түсіндіріп кеткен едік. Қазақ тілінде дауысты и дыбысы жоқ. Оны енгізу себебі қазақ тілін орыс тіліне жақындастыру болатын. Осыны ескере отыра дауыссыз иге бөлек әріп берсек, ал дауысты иді тарқатып, яғни үй не и деп ашып жазсақ, бірінші кемшілік шешілер еді. Бұл жерде ескеретін маңызды бір жайт бар. Біз дауысты и деген терминді шартты ұғым ретінде еріксіз қолданамыз. Яғни дауысты и деген ұғым қазақ тілінде асылында мүлде жоқ. Тек дауыссыз и дыбысы бар. Енді осы мәселе латын нұсқасында қалай шешілетінін қарастырайық.
Дауыссыз қысқа и үшін ең оңтайлы бәріне түсінікті әріп Y. Латын әліпбиін қолданып жүрген түркі тілдерінде де бұл дыбыс үшін осы әріп таңдалған. Түрік, Әзірбайжан, Өзбек, Қарақалпақ, Қырым-татар, татар, гагауз, түркмен. Ал ы мен ыйды қалай жазу керек? Алдымен ы мен дыбыстары қалай жазылуға тиіс екенін қарастырайық. Бұл екеуі жуан және жіңішке болып ажыратылатын ұқсас дыбыс болғандықтан, таңбалануда ұқсас болған дұрыс. Алысқа бармай-ақ түрік, Әзірбайжан, татар латынына қарайық. Оларда мына әріптер жұбы бар. Жуан дауысты дыбыстарды нүктесіз деп алсақ, ал жіңішкелері нүктелі болса, онда ы дыбысы былай, ал дыбысы былай болмақ. Техникалық тұрғыда бұл шешімнің кемшіліктері бар болуы мүмкін. Алайда цифрландыру дамыған заманда бәрін оңай шешуге болады деп ойлаймыз. Бұл екі дыбысқа ұсынылған басқа әріптер техникада оңай қолданылуы мүмкін болса да, эстетикалық тұрғыдан қолмен жазуда ыңғайсыз. Мысалы, түркмен және қарақалпақ тілдерінің ы дыбысына қандай әріптер таңдалғанын және сол әріптермен жазылған сөздерге қараңыз. Нәтижесінде мынандай әріптерді ұсынамыз. Және жай ғана и. Бірақ бұлай жазуды бейімделмеген кірме сөздер үшін ғана қолдануды ұсынамыз. Сонда төл және бейімделген кірме сөздерде тарқатып жазамыз да, бейімделмеген кірме сөздерде бір ғана и әрпімен жаза береміз. Оны сөздің контексті бойынша оңай ажыратып, кәдімгідей ы немесе и деп оқи береміз. Ал болашақта оны кәдімгі немесе ды бейімдесек, тіпті керемет болар еді. Бұлай жазу жаңа әліпте де, Қытай қазақтарының латын әліпбиінде де, төте жазуда да, қарақалпақ пен ноғай тілдерінің емлесінде де бар. Тағы қайталап қорытындылайық. ы дыбысы мына әріппен, дыбысы мына әріппен, қысқа и дыбысы Y әріпімен, дауысты и дыбысы мына диграфпен таңбаланады. Бірінші және екінші кемшілік осылай шешіледі. Үшінші және төртінші кемшілік U әріпі және оның макроны бар нұсқасына қатысты. Қазақ тілінде бұрын болған, бірақ қазір таңбаланбай жүрген дауыссыз о дыбысы үшін бөлек әріп беруіміз керек. Мәселе, қай әріп екенін таңдау. О дыбысы үшін стандартты у әрпін таңдасақ, онда о дыбысы үшін диакритикасы бар у әрпінің біреуін қолдануға тура келеді. Бірақ бізге диакритиканы көбейтудің қажеті жоқ. Сондықтан стандарт әріптер арасынан іздейміз. Неге бұрыннан бос тұрған W әрпін қолданбасқа? Ескі латын әліпбиі жаңа әліпте де дауыссыз о дыбысы үшін бөлек таңба қолданылған еді. Неге W әрпін қолданбаған десеңіз, ол кезде қазақ тілінде В дыбысы болмаған. Ал В дыбысы жоқ болса, онда латынның V таңбасын басқа дыбысқа неге қолданбасқа? Осылайша сол замандағы тіл мамандары қол жазбада W әрпін жазғаннан гөрі V әрпін жазу оңай болады деп осы әріпті бекіткен еді. Естеріңізде болса, дауысты U қос әріппен жазылды. Жаңа әліп латынына көшудің алғашқы жылдары бірінші буында былай, ал кейінгі буындарда былай жазылған болатын. Кейін тек О, Өу боп жазыла бастады. Жаңа әліпке дейін қолданылған төте жазуда да дауысты U-дың емлесі дәл сондай 4 түрлі комбинацияны құраған. Қазақ тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы осы U мәселесі туралы бірнеше мақала жазған. Мысалы, оның 1929 жылғы Еңбекші Қазақстан газетіндегі 27 наурызда жарияланған мақаласында тұйық естік жұрнағы U туралы былай айтылады. О мен таңбалаймыз дегендер қателеседі. Оқу дегендегі ы-ны сақтауымыз керек. У жұрнағы туралы тағы былай деп жазғанда бар. Бұл үзіндіні кейін асықпай оқып шықсаңыз болады. У әрпінің тағы бір кемшіл тұсын қарастырайық. У тұйық естік жұрнағы екенін бәріңіз жақсы білесіз. Ал енді оқу сөзінен У-ды алып тастаңыз. Сонда түбірі оқ па? Әрине жоқ. Кирилл әліпбиі емлесінің кесірінен түбір сөздегі дыбыстары жасырылып қалды. Тұйық естік жұрнағы болып табылатын У әрпінен туындаған осындай қайшылықты жөндеу үшін латын реформасы дұрыс жасалуы қажет. Ол үшін бұл әріпті жай ғана U әрпімен ауыстыра салу үлкен қателік. Тағы бір прецедент Қытай қазақтары 1964-1984 жылдар аралығында қолданған пейнин латын әліпбиі.
Бұл әліпбиде қазақтың төл емлесі толық ескерілген еді. Дауыссыз о дыбысы W әріпімен белгіленді, ал дауысты у қос әріппен таңбаланатын. Сөздің бірінші буынында былай немесе былай, ал кейінгі буында былай немесе былай жазылған. Енді туыстас қарақалпақ тіліне көз салайық. Қарақалпақ тілінде дауыссыз о дыбысы үшін W әрпін қолданады. Ал дауысты у емлесі қазақ тілінің төл емлесімен бірдей. Қарақалпақ тілінде бірінші буында былай немесе былай жазса, кейінгі буында былай немесе былай жазады. Керемет! Бәрін жинақтап, қазақ тілінде қалай болу керегін көрсетейік. О дыбысы латынның ю әрпі арқылы, Ö дыбысы умлауты бар U әрпімен, дауыссыз O дыбысы W әрпімен, дауысты U мына әріптер тіркесімен және U әрпімен белгіленуі қажет. U әрпі шетелдік сөздерді қазақ тіліне бейімделмеген жағдайда жазылғаны жөн. Пенин латынында, қарақалпақ, ноғай тілдеріндегі емледе дәл осындай ереже. Үшінші және төртінші мәселе осылай шешімін табады. Айтпақшы, қазақ тілінде екі дауысты дыбыс қатар келе алмайды деген ереже бар. Кириллдегі и мен у әрпі бұл ережеге кереғар жағдайды тудырады. Өйткені қазіргі кирилл емлесінің кесірінен сөздер буынға дұрыс бөлінбей, қате тасымалданады. Мысалы, ресми латын нұсқасында бұл қателік дәл осындай күйде қалып, түзетілмеген. Себебі и мен у әріптерін жай ғана латынның и және ю әрпімен ауыстыра салған. Бірақ бұл сөздердің фонетикалық тұрғыдан буынға дұрыс бөлінуі бұлай болады. Соңғы кемшілік седел немесе құйрықша белгісі бар диакритикалық ш әрпі. Ш дыбысы үшін ең шақ келетін әріп осы боп көрінсе де, түркі тілдерінің басым бөлігінде осы әріп қолданылса да, бұл таңба әліпбидің бірізділігін бұзып тұрады. Оның орнына не қолдануға болады? Қайтадан жаңа әліп латынына жүгінейік. КСР-ның бүкіл түркілеріне ортақ болған жаңа әліп латынында ш дыбысын құйрықты ш арқылы белгілеген. Бірақ тек қазақ тіліндегі нұсқасында бұл әріп мүлдем болмаған. Онда ш әрпін латынның си әрпімен белгілеген. Басқа түркілерде си таңбасы ч дыбысына арналса, қазақ тілінде ш-ға арналған еді. Қосалқы әріпті қолданбай, стандарт әріпті қолдануға бастары жеткен сол кездегі лингвистерге зор құрмет. Си әрпін қолмен де техникада да жазу құйрықты ш әрпін жазудан әлде қайда оңай әрі тез. Қазақ тілінде ш дыбысы жиі кездесетінін ескерсек, құйрықты ш әрпі бекітілген жағдайда таңбалардың ұсқынсыз үйлесімі көптеп пайда болуы мүмкін. Байқасаңыз, ш-ның құйрықшасы, ғ-ның қалпақшасы және ң әрпінің ирегі бір-бірімен айқасып тұр. Бұл үш әріптің бәрі қазақша сөздерді жиі кездеседі. Сәйкесінше олар бір-бірімен жиі түйісіп, оқуға қолайсыздық тудырады. Мұндай жағдайды болдырмау үшін диакритикалық әріптер біркелкі болғаны жөн, яғни белгілері не үстінде, не астында орналасу керек. Ресми нұсқадағы барлық диакритикалық белгілер әріптің үстінде орналасқан, тек құйрықты ш әріпі ерекшеленіп, диакритикасы астында тұр. Сондықтан құйрықты ш-дан бас тарту керек. Құйрықты ш-ның техникалық тұрғыдан тағы бір кемшілігін сайт атауын, логинді және электронды поштаны қазақша жазғанда байқайсыз. Олардың бәрінде тек стандарт 26 әріпті қолдануға болады. Сәйкесінше құйрықты ш-ны жай ғана с деп жазуға тура келеді. Ал диграф арқылы жазсақ, бір дыбыс, бір таңба принципі бұзылып, ресми әліпби мен транслит нұсқа арасында біркелкілік болмай қалады. Мысалы, Шымкент қаласының аты латынша былай жазылса, әкімдік сайты, имейл логиндерді жазғанда мынандай қолайсыздық туындайды. Сөйтіп, Шымкент деген Сымкент болып кетеді. Шығыс Қазақстан облысы туралы түсіндірмесе де болар. Ш дыбысын си әріпімен белгілеу сізге әлі де оғаш көрінсе, туыстас түркі тілінің әліпбиіне назар аударайық. Онда тіпті си әрпін ж дыбысына арнаған. Түріктерге дейін бірде-бір тіл си әрпін бұлай пайдаланбаған. Жалпы си әрпі латын әліпбиіндегі ең құбылмалы әріп деуге болады. Бұл әріп әр тілде әр түрлі дыбысты білдіреді. Ағылшын, испан, француз, португал және тағы басқа тілдерде к және с дыбысын білдірсе, итальян, румын тілінде к және ч, поляк, чех, словак, мажар сияқты тілдерде ц дыбысын, түрік, әзірбайжан, қырым, татар, гагауз тілдерінде ж дыбысын білдіреді. Сондықтан да си әрпін ш дыбысына арнау ойдан құрастыра салған нәрсе емес.
түрік тілінде Ж екеніне үйренсеңіз, қазақ тілінде Ш екеніне одан да жылдам әрі оңай үйреніп кетуге болады. Енді осы мәліметтің бәрін жинақтасақ, мінсіз әліпби талаптарын қайталайық. Тілдің барлық төл дыбыстарына жеке таңба берілуі қажет, яғни бір дыбыс, бір таңба принципі. Диакритикалық таңба саны барынша аз болуы керек. Диакритикалық таңбалар барынша біркелкі, жүйелі болғаны жөн. Бірнеше диакритикалық таңба арасынан таңдау қажет болған жағдайда, қаріптер топтамасында жиірек кездесетінін таңдау керек. Тілдің фонетикалық ерекшеліктері толықтай ескерілуі қажет. Осы бойынша ресми нұсқа мен қазақ граммар нұсқасын салыстырайық. Бірінші талап бойынша ресми нұсқа 0 ұпай, қазақ граммар нұсқасы 1 ұпай. Себебі ресми нұсқада и мен у мәселесі шешілмеген. Екінші талап бойынша ресми 0, қазақ граммар 1. Ресми нұсқада 9 диакритикалық әріп, қазақ граммарда 7. Үшінші талап ресми 0, қазақ граммар 1. Себебі ресми нұсқада 7 түрлі диакритикалық белгі және әріп үсті мен әріп асты диакритика бар. Ал қазақ граммарда 5 түрлі ғана диакритикалық белгі және бәрі де әріп астында. Төртінші талап. Бұл жерде бірдей әріптер аралығында айырмашылық болмағандықтан қаріптегі қолжетімділік бірдей деуге болады. Сондықтан 1-1. Бесінші талап. Ресми нұсқада и мен у әріптерінің мәселесі мүлдем шешілмеген. Ал қазақ граммар нұсқасына негізделген емле қазақ тілінің фонетикасына толықтай сай құрастырылған. 0-1. Қазақ граммар пайдасына. Жалпы есеп 1-5. Қазақ граммар нұсқасы ресми нұсқаны ойсырата жеңді. Қазақ граммар нұсқасы мен кирилл әліпбиінен тән әріптер қалай жазылады? Латын әліпбиінде бұл әріптер таңбаланбайды. Бірақ бұл әріптермен жазылатын сөздердің латынмен жазылу ережесін келесі видеода қарастырамыз. Қазақ тілінің төл емлесін жаңғырта алатын кірме сөздердің бейімделуі қарастырылған. Бір дыбыс, бір таңба принципін ұстанатын, барынша оңтайлы, ыңғайлы әрі әдемі әліпби нұсқасы қазақ граммар әліпбиі. Осы нұсқаның ресми болғанын қаласаңыз, әлеуметтік желіде біздің әліпбимен жазып, әліпби туралы посттарымызды бөлісе отырыңыз. Қорыта келгенде тіл мамандарына мынандай сұрағымыз бар. Кириллдегі у мен и әріптерінің мәселесін шешпесеңіздер, латынға көшудің не керегі бар? Айтпақшы достар, қазақ граммар ұжымы тілдес қазақша сөйлесу клубын ұйымдастырады. Біздің онлайн және офлайн кездесулерімізге жазылу үшін Инстаграмдағы tildes.kz аккаунтына немесе осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеге өтсеңіз болады.